бүйтіп әрекет жасаймын. Бұл қолдың мына бас бармақтың былай бүгілмей қатып қалуының себебі осы жерде сүйек сынғаннан кейін бұл кісінің қолы ісіп, ұзақ уақыт гипсте ұзақ уақыт тұрғандықтан бұл жерде сіңірлер қатып кеткен. Қазір бізде бұны ине салып, массаж жасағаннан кейін мінекей былай болып қалған қолдардың бәрі иілуге кеп қалды. Міне бас бармақ бәрі иілмей қалған. Міне бәрі иілуге келіп, міне әдемі қозғалып жатыр. Сондықтан бұл көбінде сынықтан кейін, иық ауырғаннан кейін, буын ауырғаннан кейін қозғалыстан қорқып, қолды қозғалтпай қалған кезде оның ішіндегі үлкен сіңірлер қатып кетеді. Үлкен сіңірлер қатып кеткендіктен қолды жазу және қолды жию үлкен әңгіме болады. Сондықтан бұл сынықтан кейін де мына қолды үнемі қозғалыста ұстап, қан айнасын жақсартып тұру керек. Сол кезде ғана мына қолдың сіңір қатпаудың алдын алуға болады. Ол мына жердегі сүйек сынған негізінде.